Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен биология сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эпигенетика ұғымы. Эпигенетика туралы жалпы түсініктер. Эпигенетиканың молекулалық негіздері. Адамдағы эпигенетикалық салдарлар сенің білетінің эпигенетиканың медицинадағы маңызы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Гендердің реттілігін бұзбайтын, гендерді реттеудің механизмін зерттеудегі эпигенетиканың маңызын түсіндіру. Негізгі ұғымдар: эпигенетика, геном, реттелу және эпигеномика. Эпигенетика биология ғылымының салыстырмалы түрде жаңа қалыптасқан бағыты. Ол генетиканың организмнің дамуы немесе жасушаның бөлінуі кезінде гендердің белсенділігінің тұқым қуалау өзгерістерін зерттейтін саласы. Эпигенетикалық өзгерістер кезінде ДНК нуклеотидтердің реттілігі ауыспайды. Организмдегі геномның өзінде гендердің жұмысын бақылайтын, оның ішінде ішкі және сыртқы факторларға байланысты түрлі реттеуші элементтер болады. Гендер реттелуінің эпигенетикалық механизмдері. Эпигенетика құрамына кіретін ДНК-ның бірінші реттік құрылымын өзгертпей, гендердің тұқым қуалау белсенділігін анықтайды. Эпигенетикалық өзгерістер организмнің тіршілік жағдайларына бейімделуіне бағытталған. Алғаш рет эпигенетика терминін 1942 жылы ағылшын генетигі Конрад Уаддингтон ұсынған. Біз барлығымызда генетика ұғымымен таныспыз. Тағамның құрамында кездесетін ГМО деген зат туралы естуіміз бар, және де гендік инженерия туралы видеолар көреміз. Алайда біздің фенотипімізге және сыртқы көрінісімізге гендер ғана жауап бермейтіндігі туралы көпшілігіміз біле бермейміз. Мысалы, жұлдызқұрт пен көбелек бір түрге жатады. Гені бір болғанмен сыртқы көрінісі әртүрлі. Жүйке жасушасы мен бұлшықет жасушасы да дәл солай. Не себепті бұлай болды екен? Яғни ағза бір генді өшіріп, екінші бір генді қосуға қабілетті. Бұл эпигенетика деп аталады. Мысалға, біріншіден метилдену. Бұл жағдайда ДНК тізбегіне метил тобы қосылып, сол жердегі генді өзгеріске ұшыратады. Екінші, гистондардың модификациясы, яғни ДНК жіпшесіне оралған нәруыздардың өзгеріске ұшырауы. Бұл жағдайда ДНК-ның бір бөлігі өшіп кетеді, немесе керісінше белсенді болып кетеді. Үшіншіден, орташа ұзындықтан тұратын 22 нуклеотидтен түзілген микро-РНК-ның түзілуі. Ол матрицалық РНК-ға кез келген жерден қосылып, оны өзгеріске ұшыратады. Нәтижесінде қажетті геннің бір бөлігі өзгеріп, жаңа ақпарат пайда болады. Эпиген бізге қаншалықты әсер ете алады? Өкінішке орай, немесе қуанышымызға орай өте күшті. Бұл өзгерістер біз жатырда жатқанымызда-ақ әсер ете бастайды. Мысалы, анасы қолайсыз жағдайда өмір сүрсе, жатырдағы бала қолайсыз жағдайда өмір сүруге бейімделіп туылады. Егер бала туылған соң қоршаған орта қолайлы болса, қант диабетіне шалдығу қаупі жоғарылайды. Белгілі болғандай, анасының көңіл күйі нашар болса, баласында кортизол гормонын ұстайтын аздаған рецепторлар жұмыс жасай бастайды. Нәтижесінде бұл гормонның аз мөлшерінің өзі ағзаны стресске ұшыратуы мүмкін. Зерттеу салдары көрсеткендей, жатырда жатқанда стресске ұшыраған балалардың бір тобында туылған соң қоршаған ортаның стресстік жағдайларына қарсы тұру үшін кортизол гормонын өте аз мөлшерде жасайды екен. Екінші біреулерінде керісінше бақыт гормонына жауап беретін серотонин жұмыс істемейді. Демек, бізді қоршаған ортаның бәрі алкоголь мен темекіден бастап соя мен кофеге дейін біздің ағзамызға әсер етеді. Бұл азықтардың барлығы да ағзада метилденудің пайда болуына әсер етуі мүмкін. Салдарында әртүрлі обыр жасушаларының түзілуі ықтимал. Мұның барлығы тек жекелеген адамдардың бойында ғана болып, олардың ұрпақтарына әсер етпеуі мүмкін деп ойлаймыз. Алайда зерттеулер олай емес екенін көрсетті.
Ғалымдардың белгілі бір тобы дрозофила шыбынына тәжірибе жасады. Олар дрозофиланың сары түсті көзділеріне жылумен әсер етіп отырды. Сол кезде 4 ұрпақ бойы қызыл көзді шыбындар туылған. Қорыта айтқанда, эпигенетиканың нәтижесінде біздің ұрпақтарымызға қандай генді беретінімізбен қатар, қандай гендердің өшуі және қосылуы да маңызды екені дәлелденді. Қазірдің өзінде әр түрлі ауруларға жауап беретін гендерді алып тастау немесе алмастыру қарастырылуда. Ендеше оқушылар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Эпигенетика ұғымының анықтамасын тап. Бірінші. РНК тізбегін өзгертпей, фенотиптің тұқым қуалаушылық өзгергіштігін зерттеу. Екінші. РНК тізбегін өзгертпей, генотиптің тұқым қуалаушылық өзгергіштігін зерттеу. Үшінші. ДНК тізбегін өзгертпей, фенотиптің тұқым қуалаушылық өзгергіштігін зерттеу. Төртінші. ДНК тізбегін өзгертпей, генотиптің тұқым қуалаушылық өзгергіштігін зерттеу. Осы жерде дескриптор берілген. Дескрипторде эпигенетика ұғымының анықтамасын табады делінген. Олай болса, сәттілік. Көріп отырғанымыздай оқушылар, бірінші тапсырманың дұрыс жауабы үшінші нұсқасы екен. Екінші тапсырма оқушылар, тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықта. Бұл жерде 4 түрлі тұжырым берілген және осы тұжырымдардың жалған немесе ақиқат екенін анықтау үшін дескриптор берілген. Екінші тапсырманың дұрыс жауабы оқушылар, бірінші тұжырым ақиқат, екінші тұжырым жалған, үшінші тұжырым ақиқат, төртінші тұжырым жалған. Сонымен біз бүгінгі сабақта эпигенетика, генетика ғылымның ең жас саласы екенін, эпигенетика терминін ғылымға енгізген ағылшын ғалымы Конрад Уаддингтон екенін, эпигенетика ДНК және РНК-ның бірінші реттік құрылымдарын өзгертпейтінін, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік процесін зерттейтінін білдік. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, эпигенетика термині нені білдіреді? Екінші, эпигенетиканың медицинадағы рөлі қандай? Үшінші, жасушада гистондар қайда орналасқан? Төртінші, адам организмі өмірінің қай кезеңінде эпигеномның өзгеруіне сезімтал екенін түсіндіріңдер. Қымбатты оқушылар, сендер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мәліметтерді алдыңдар. Басқа сұрақтарың болса, сендер оларды өз мұғалімдеріңнен ала аласыңдар. Жаңа тақырыпты меңгеруге сәттілік, жас достар. Сау болыңдар.